Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен өте дәмді ерекше кекс дайындайтын боламын. Ең алдымен бізге қажетті заттарымыздың барлығын төменге описанияға жазып қойдым. Өлшемімен бірге сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Ең алдымен видеода көрсетілгендей етіп жұмыртқамыз бен қантымызды жақсылап араластырып аламыз. Осылай аппақ көпіршік болғанша жақсылап араластырғаннан кейін сұйық ингредиенттерімізді қосамыз. Ең алдымен сұйық майымызды, содан кейін бөлме температурасындағы жылы сүтімізді қосатын боламыз. Осылай миксерлеп аламыз, содан кейін құрғақ заттарымызды біріктіреміз. Ұнның үстіне разрыхитель, сосын кукурузник крахмалымызды салатын боламыз. Барлығын електің көмегімен осылай сұйық массамызға қосамыз. Осылай ұнымызды салғаннан кейін миксердің көмегімен араластырып аламыз. Ұнды салып миксерлеген уақытты жай жылдамдықтан қатты жылдамдыққа ұлғайтып отырып, түйіршіктері кетем дегенше жақсылап миксерлеп аламыз. Бізде осындай сұйық масса пайда болады. Осы массаның кішкентай бөлігін бөлек ыдысқа құйып аламыз. Яғни оның үстіне 2 ас қасық какао саламыз. Осылай мен бастапқыда 2-3 ас қасықтай бөлігін құйып алдым. Оның үстіне 2 ас қасық какаомызды салып жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде 2 ас қасық какао салыңыздар. Егер аз болып қалса, мен сияқты үстіне тағы да 2 ас қасықтай сұйық массамызды қосып жақсылап араластырамыз. Бізде осындай қою масса пайда болады. Содан кейін кекс формасына келтіретін қалыптарымызды дайындаймыз. Менде осындай формочкалар бар. Соған пергамент қағазды осылай видеода көрсетілгендей етіп қиып алсаңыздар болады. Сіздерге анық түсінікті көрсетуге тырыстым. Осылай 4 бұрыштап орап, осылай қайшының көмегімен қиып аламыз. Сіздерге плюс бір лайфхак. Сіздерде кекстің арнайы формасы болмаса, осылай жасасаңыздар болады. Немесе менде осындай резеңке формалар бар, сондайға салсаңыздар да болады. Осытып жасасаңыздар дастарханға қойған кезде өте әдемі болып көрінеді. Осылай барлық формаға 2 ас қасықтан құйып шықтым. Достар, менің видеом ұнап жатса, маған тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бұдан кейін де сіздерге бұдан да жақсы рецепттер салатын боламын. Бірінші формаға ақ массамызды құйғаннан кейін үстіне какао қосылған массамызды осылай видеода көрсетілгендей етіп салып шығатын боламын. Сіздерде видеода барлығы түсінікті деп ойлаймын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылай какао салынған массамды салып болғаннан кейін осындай таяқшаның көмегімен осындай формалар істеп 2 массаны араластырып шықтым. Осы ингредиенттермен менде 12 штук кекс шықты. Осы аралықта пешімізді 180 градусқа қыздырып қоямыз. Осы қызып тұрған пеште кекстерімізді 30-35 минутке қойып пісіріп аламыз. Әр қайсымыздың пешіміз әртүрлі қызуы мүмкін. Қатты қызып кетпейтін пеште пісіреміз.
Қатты қызып кеткен жағдайда кекстеріміз бірден көтеріліп, пештің аузын ашқан жағдайда ол бірден түсіп кетуі мүмкін. Осындай мен сияқты жай қызып тұрған пеште пісірсеңіздер, кекстеріңіздің ортасы толығымен пісіп шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Карина. Баршаңызға ас болсын. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.